Адил мырзаның жерлеу рәсімі өтіп жатады. Барлығы көңіл айтып келеді. Ал Фариданың бар ойы Налян бір нәрседен сезіктеніп қалмады ма екен деп ойлап отырады. Жанна, мен енді Фарида ханымнан қорықпаймын. Оған көңіл айтып келейін деп кетеді. Жерлеу рәсіміне Первин келіп, Рафетпен амандасады. Селин мен Левент бұл әлгі әйел емес пе, мейманханада көрген. Бұл мұнда не істеп жүр? Левент, Құдай сақтасын, бұл әкеміздің көңілдесі болып жүрмесін. Селин, қайдағыны айтпа, бұл мүмкін емес дейді. Налян апасына, сіз неге менің әкеммен кездесуге кедергі жасадыңыз? Мен барлығын естіп қойдым. Хайреге олай қарамаңыз, сіз хабарласқан кезде мен оның жанында едім. Сіз менен не жасырып жүрсіз? Фарида, қазір бұны талқылайтын кез емес, кәне көлікке отыр. Барлығы қайғырып үйге келеді. Налян үйге келе сала апасын сұрақтың астына алады. Әкеммен кездесуге неге кедергі жасадыңыз? Фарида, сен не маған дауыс көтерейін дедің бе? Осы уақытқа дейін мен үндемей келдім. Мен сенің анаңмын, даусыңды түсір. Фарида Налянның бетінен шапалақпен салып қалады. Фарида, әкең сенің кесіріңнен өлді. Налян, не деп тұрсыз, менің не қатысым бар? Фарида, ол кеше сенімен сөйлескелі өте қатты қапалы болып келді. Сен оған не айттың? Налян, біз екеуміз жай ғана сөйлестік. Фарида, жай ғана сөйлестің бе? Соңғы рет ол сенімен кездесті. Сенімен сөйлескеннен кейін оның жүрегі ауырып қаза болды, деп Фарида кетіп қалады. Хафиш, апам не айтып тұр? Әкемнің өліміне мен кінәлімін бе? Мен әкеме бірінші рет өз ренішімді айттым. Ол сол үшін мені тастап кетті ма? Ал қазір енді әкем жоқ. Тек қана оның сөмкесі мен заттары ғана қалды. Гүлжихан ашумен Музоның бөлмесіне келеді. Сен кредитке 10 миллионды Джавидтен алдың ба? Музо, мен қайдан тапсам да таптым. Бұл Джавид екеуміздің арамыздағы келісім. Әкеммен сонша неге өштесіп алғанын білмеймін. Гүлжихан, сен не істегеніңді білесің бе? Егер әкең бұны білетін болса, барлығымызды жайымызға қалдырмайды. Музафер тағы да білмесін қараңғылап түнекте қалады. Гүлжихан, Фарида ханым, сіздің қазір қандай жағдайда екеніңізді білемін. Сізге менің көмегім қажет пе? Сізге көмектесе аламын ба? Қызметшілер қонақтарға ас дайындап жатыр. Фарида, мен күйеуімнің соңғы сапарында халваны өзім әзірлеймін. Селин, осы болып жатқан мәселелер саған біртүрлі болып көрінбей ме? Джавид Рафетке, көрдің бе? Біз қанша өмір сүретінімізді білмейміз. Бүгін бармыз, ертең жоқпыз. Сондықтан ұрысып таласып өмір сүрудің қажеті жоқ. Рафет, Джавид, мен сенің не айтқың келгенін түсіндім. Седат Налянды жұбатпақшы болып келеді. Саған көмек керек пе? Мүмкін екеуміз ертең демалыс алып бір жаққа шығып қайтармыз. Сенің көңілің ауланады. Налян, жоқ, қажет емес. Мені тек жалғыз қалдырсаңдар болды. Мен үшін тек қана тыныштық қажет. Седат жарайды деп кетіп қалады. Ас үйде Гүлжихан, Фарида үшеуі халва әзірлеп жатады. Джавид Гүлжиханның телефонына маған уақыт бөле аласың ба? Сені жоғарыда күтемін деп сообщение жазып жібереді. Фарида, маған көмектесемін деп едіңіз ғой, қайда бара жатырсыз? Гүлжихан Джавидке, саған не керек? Егер ақша бергеніңді Рафет еститін болса, жағдайымыз қиын болады. Джавид, ол туралы саған айтып мен қателесіппін, айтпауым керек еді. Жалпы мен сенен өткенім үшін кешірім сұраймын. Рафет бұның бәрін естісе не болады деген кезде Рафет Гүлжихан деп айқайлайды. Сен екеуің не туралы сөйлесіп жатырсыңдар? Неге айқайлап жатырсың? Әлде сіңіліңнің ажырасқанына оған айқайлап жатырсың ба? Гүлжихан не айтарын білмей тұрып қалады. Налян қайғырып сыртқа шығады. Келген адамдарды көріп одан сайын қайғырады. Әкесінен қалған аяқ киімді есіктің алдына қойып қояды. Билер шығып, бұл не, дәстүр ме? Естуімше аяқ киімді осылай қойып қойса, үйде өлім жамандық болмайды дейді. Фарида бөлмесіне келіп қайғырып жылайды. Осының бәрі менің кесірім. Ең алдымен Сема, одан кейін Адилді өлтірдім. Оған ауыр сөз айттым. Қызымыздың өліміне сен кінәлісің деп оның жүрегін ауырттым. Ал енді қара, ол мені жалғыз тастап кетті. Ал енді әкеңнің өліміне Налян сен кінәлісің деп жала жаптым. Не деген адам едім деп жылайды. Налян Белюрге, олар менен бір нәрсе жасырып жүр. Мен оны анықтауым керек. Үйге Жанна келеді. Налян, сен не істеп жүрсің? Жанна, мен көңіл айтуға келдім, мен сені түсінемін. Налян, егер мені түсінсең, сен мұнда келмес едің. Седат, онымен өзің сөйлес, оған кетте. Гүлжихан ашуланып, Жанна, осы сені көрсем төбе шашым тік тұрады. Ылғи да қиындық алып келесің. Седат Жаннаға, Жанна, бер келіп кетші. Селин, апа араласпаңыз, Седаттың өзі шешеді. Седат, сен неге мұнда келдің? Жанна, менің неге келгенімді білгің келсе мені блоктан шығар деп кетіп қалады. Седат Жаннаны блоктан шығарады. Қиындықтан арылмай қойдым ғой. Жанна, Адил мырза өте жақсы адам еді. Ол жақсы дос болды. Налян ішінен, бұл неткен көргенсіздік деп әрең шыдап отырады. Жанна Седатқа хат жазып жібереді. Егер барлығын білгің келсе, бүгін кешке үйге кел дейді. Седат оқып өшіріп тастайды. Апасы байқап қойып, Махмуд деген кім? Ол неге саған жиі хабарласады?
Седат: кеңседегі адам ғой, ол маған көңіл айтып жазып жіберіпті. Онда оны неге өшірдің? Седат: жай оқып өшіріп тастадым дейді. Фарида Джаннаны көріп түрі бұзылып кетеді. Джанна бірден келіп: Фарида ханым, өте өкінішті, сіздің жағдайыңызды түсінемін деп қолынан ұстап құшақтайды. Адил мырза өте жақсы адам еді. Түнде ас үйде шу шығарып, менің әжемнен қалған соңғы сақинамның көзі жоқ. Ол халва әзірлемей тұрған кезде бар болатын. Мүмкін халваның ішіне түсіп кетті ме деп жылайды. Фарида ханым, мен әлі сене алмай отырмын. Құдды бір қазір есіктен Адил мырза кіріп келетіндей. Сізге де солай көрінбей ме? Деп Фариданың әбден қытығына тиеді. Селин Жаннаға: біз көптен бері кездеспедік. Кәне мүмкін ас үйге барып сөйлесіп келерміз. Жанна: жоқ, қазір сөйлесетін кезең емес. Одан да Фарида ханымға демеу боламын. Фарида Жаннаға: сен жүрші ас үйге деп алып кетеді. Фарида: маған қара, мен сенің жаныңды алып қалдым. Жанна: сіз менің жанымды алып қалдыңыз ба? Сіз мені өлтіргіңіз келіп еді ғой. Бірақ қазір жағдай өзгерді. Мен шындықты білемін. Менімен дұрыстап сөйлесіңіз. Әрине, егер немереңізбен жалғыз қалғыңыз келмесе. Фарида: қайдағы немере, сен не айтып тұрсың? Болды, енді менен жасырмаңыз. Фарида: сіздің қызыңыз емес, немереңіз екенін біліп қойдым. Наляның бұл шындықты естіген қаламасаңыз, менімен сыпайы сөйлесіңіз деп Жанна кетіп қалады. Фарида өзін жайсыз сезінгенде Налян қасына келіп: апа, сізге не болды, бәрі жақсы ма? Фарида: мені ұстама, менен аулақ жүр. Менен аулақ жүр, менен аулақ жүр. Отбасы таңғалып: Фарида ханым, сізге не болды? Фарида: еш қайсың маған жолаушы болмаңдар деп кетіп қалады. Жанна Седатқа: алғашқы жер сілкінісін сезіндіңдер ме деп жазып жібереді. Первин: қызым, сен осылай қол қусырып отыра бересің ба? Пера: сонда не істеуім керек, оның үйіне барып алып отырайын ба? Егер апаңды жақсы көрсең, әрекет жаса. Левент ас үйде тығылып тамақ ішіп отырады. Қазір тамақ ішіп алмасам, әкем тағы да бізді аш қалдырады. Менің сақинам ол халваның ішіне түсіп кетті. Мүмкін оны біреу жеп қойған шығар. Левенттің есіне бір затқа түйіліп қалғаны есіне түсіп кетеді. Тако: Левент мырза, тамақтан еш нәрсені байқамадыңыз ба? Жоқ, қайдағын айтпа деп мойындамай кетіп қалады. Гүлжахан мен Селен Налянды жұбатуға келеді. Қызым, еш мұңайма, біз саған қалай көмектесеміз? Налян: апа, менің қазір жатып демалғаным дұрыс. Сіздер мен үшін уайымдамаңыздар. Селин: біз әрқашан сенің жаныңда. Дүндеу ас үйде жылап отырады. Гүлжихан мен Селин: Дүндеу, саған не болды? Неге жылап отырсың? Ханым, мен сақинамның көзін жоғалтып алып. Дүндеу, адамды шошыттың ғой, саған бір нәрсе болып қалды екен деп уайымдасам. Мен халва әзірлеп жатқан кезде ол бар болатын. Ол оның ішіне түсіп кетіп, оны біреу жұтып қойған сияқты. Селин бірден түсініп, оны Левент жеп қойған сияқты. Бағана оның тамағына бір нәрсе тұрып қалды. Дүндеу: ол сол зат қой, ол әжетханаға шығып қоймады ма екен? Дүндеу, сабаңа түс, мен Левенттен сұрап көремін. Седат: сүйіктім, менің саған көмегім керек емес па? Налян: жоқ, қажет емес. Седат: онда мен саған көмектесе алмас. Бір досым менен көмек сұраған еді. Мен соған барып келейін. Налян: жарайды, барып кел. Седат Жаннаға хабарласады. О, Седат мырза, ақыры хабарластыңыз ғой. Сізді көптен бері көрмей сағынып қалдым. Седат: үйіңнің адресін жібер, мен қазір барамын. Селин: сенің есің дұрыс па? Мені сол затты жұтып қойды деп ойлайсың ба? Селин: Левент, өтінен байқап көрші. Дүндеу қатты жылап жатыр, оны көріп жүрегім ауырып кетті. Левент келіседі. Первин: біз бұлай бос отыра бермеуіміз керек. Пера: сонда не істейміз? Деп тұрған кезде оның үйіне бір адам келеді. Курьер оған гүл әкеліп береді. Бұл кімнен екен? Апасы: кімнен болушы еді? Музаферден шығар. Музафер Пераға хабарласып: гүл саған ұнады ма? Сені ренжіткенім үшін кешір. Мүмкін қазір кофе ішуге барармыз. Налян әкесінің бейіт басына келгенін көріп түсінде шошып оянады. Налян сыртқа шықпақшы болып апасының бөлмесіне кіріп бір тексеріп кетеді. Хайри мырза, мен әкемнің бейіт басына барғым келеді. Хайри, қазір түн ғой, мүмкін сізді азанда алып барармын. Налян: жоқ, мен азанға дейін күте алмаймын, менің қазір барғым келіп жатыр деп екеуі кетіп қалады. Музо Пераға: сізді бұлай пижамамен шығады деп ойламаппын деп күледі. Пера: әрине, сіз кешкі уақытта хабарлассаңыз. Аяқ асты осылай киініп шығамын да. Налян ханымның жағдайы қалай? Музафер: осы жағдайдың барлығы Налянға қатты ауыр соққы болып тиді.